Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен шыбын неліктен қауіпті екенін және оларды құтылу жолдарымен бөлісетін боламын. Сіздергендерге шыбындардан құтылу үшін қымбат дәрі-дәрмектерге ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Алдымен халықтық емдеу әдістерін қолданып көріңіз. Жазда шыбындар әсіресе ауыл тұрғындары үшін нағыз қасіретке айналады. Шыбын неліктен қауіпті? Сітіргендіргіш дыбыстардан басқа, шыбындар көптеген жәндіктер сияқты одан да күрделі проблемаларды тудырады. Олар жұқпалы аурулардың, соның ішінде туберкулез, іш сүзегі, тырысқақ және гельминтоздардың тасымалдаушылары болып табылады. Жәндіктер сұйық тағамды ұнататын ұзын пробостис арқылы қоректенеді. Ас үйге кіре отырып, олар ең алдымен бір кесе салқын шайға, төгілген компотқа немесе үстелде қалған бір тамшы балға ұшады. Бактериялы шыбындардың табандарынан тамақ пен қоқысқа тез таралады. Егер жәндік жұмыртқаны тамаққа салатын болса, ол өте улы болуы мүмкін. Атап айтқанда, осы себепті дәрігерлер әсіресе ыстық маусымда көшедегі тағамдардан аулақ болуға кеңес береді. Осы кеңестердің көмегімен сіз сітіргендіргіш жәндіктерді жеңе аласыз. Сірке суы шыбындарды жояды. Ашық терезелер мен алдыңғы есіктердің жанына сірке суы бар тостағанды қойған дұрыс. Оның үстіне ұшып келген шыбындар осы иісті сезгенде бөлмеден шығып кетеді. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз. Лаванда немесе лаванда майы. Сірке суынан айырмашылығы лаванданың иісі де ауаны тазартады. Лаванда майына матаны суласаңыз немесе лаванда толтырылған шағын пакеттерге салыңыз. Сонымен қатар сиренді, қалампыр және жалбыз қолдануға болады. Шыбындар жаңа піскен насыбайгүлді ұнатпайды. Өсімдікті терезелерге бірнеше контейнерге салыңыз. Сонда шыбындар ұшып кетеді. Жаңа қалақай, яғни крапива да сондай тиімді. Тозақ құрып көріңіз, яғни құмыраның түбіне бір ас қасық сірке суы және ыдыс жууға арналған жуғыш заттың бірнеше тамшысын құйыңыз. Құмыраның үстіңгі жағы тамақ пленкасымен жабылып, шыбындар ішке кіретін тесік жасалады. Осылайша шыбындардан құтылуға болады. Достар, сізге бұл видеодағы кеңестер пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.